Всем салам, это Футзал Казахстан. Данное видео выходит при поддержке крупнейшего инвестора в казахстанский спорт компании Алимбет. Спасибо, что поддерживаете казахстанский спорт и футзал в Казахстане. Бургабе өз орнында. Номерде Нұрбек Қарағұлов, 18 номерде Алихан Хасен. Және соққы гол! Тамаша Әләзиз Қамалов. Біз әлі құрамды толықтай аяқтап біткен жоқ едік. Осы ретте Әләзиз Қамалов бүгінгі кездесудің есебін ашып отыр. 1 минутта өткен жоқ бұл ойынның басталғанына. Бұрыштамадан құрғақ жапырақ орындай отырып еді. Қаржанов, Өмірбаев. Өмірбаевтың пасы да сәтсіз шықты. Ақбалықов. Ақбалықов пас беріп үлгермеді. Қайырбай бұл жерде есепті теңестіріп отыр. 1-1. Өзінің туған командасына гол соғып отыр. Ақтауда өткен алғашқы матчта да гол мен көзге түскен болатын Дамир Қайырбай. Есеп 1-1. Осылайша құрметті жанкүйерлер, матч бір кезінде ашылып кете алмады. Енді доппен ақтөбеліктер. Бақтияров соққы бақтау мүмкін. Және бұл жерде Нұрхан Байзақов есепте ақтөбеліктерді қайта алға шығарды. 2-1. Жаңа ғана айтқан едік, қос командада қателесіп кетуден қорқып жатқанға ұқсайды деп айтқанымыз сол-ақ еді. Каспий командасы қорғаныста қателікке бой алдырды. Осылайша Нұрхан Байзақов ақтөбеліктердің екінші голын соғып отыр. Екінші таймның соғын қарағанда Қанат Жеткірбаев аз-маз жарақат алғанға ұқсайды. Ал бұл ретте қазір Каспий командасының шабуылы. Нунестің соққысы қақпа бағанасына тиіп кейін серпілген еді. Азиз Нағашыбай допқа үлгермеді. Енді қазір қарсы шабуыл Ақтөбе командасының орындауда. Және Альберт Ақбалықов ақтөбеліктердің 3-ші голын соқты. Альберт. Сұрмергендер көшінде семейлік Дедезиньоның соңына ілескен Альберт кезекті голын соғып ақтөбеліктердің басындығын ұлғайтып отыр. Есеп 3-1. Құрметті жанкүйерлер, ал бұл жерде паркеттен Каспий командасының ойыншысын көріп отырмыз. Иманалин, Серіков, Көлбаев. Және керемет соққы Нұрабек Қабылбаев. Ақтөбеліктердің 4-ші голын соқты. Құрметті жанкүйерлер, ғаламат голы болды десек қателеспейміз. Бұл жерде Көлбаевтың пасынан кейін Нұрабек Қабылбаев өкшесімен қарсылас қақпашысын қапыға алдырды. Тамаша Нұрабек Қабылбаев. Осылайша таза қазақстандық ойыншылардан құралған ақтөбеліктер ойынның соңғы 23 секунды. Альберт Ақбалықтың соққысы және чемпионаттағы 53-ші голын соғып отыр. Альберт Ақбалықов есеп 5-1. Бүгін ешқандай камбэк жоқ дейді Альберт Ақбалықов. Бірінші ойыннан сабақ алған ақтөбеліктер осылайша жеңісті кейінге қалдырмай бүгінгі